Теміртау қаласы тілдерді дамыту орталығы 2014 жылдың 6 қаңтарында Теміртау қаласы әкімінің нөмірі 2-1 қаулысымен ашылды. Орталықтың негізгі қызметі мемлекеттік қызметшілер мен басқа санаттағы қаланың ересек тұрғындарына мемлекеттік ағылшын және орыс тілдерін тегін оқыту курстарын ұйымдастыру. Орталықта 10 жылда қазақ, орыс, ағылшын тілдерінің 3 айлық курстарынан барлығы 6801 адам өтті. Орталық Теміртау қаласының Тәуелсіздік бульвары 2 мекен-жайына былтырғы жылы жергілікті бюджет есебінен күрделі жөндеуден өткен ғимаратқа көшті. Орталықта заманауи техникалық құралдармен жабдықталған 3 кабинет жұмыс істейді. Орталық тіл саясатын жүзеге асыру барысында тыңдаушылардың қатысуымен іс-шаралар, семинарлар, конкурстар ұйымдастырып отырады. 2018-2019 жылдары Бастау этнолагері жобасы аясында қалалық саябақта киіз үйлер орнатылып, балалар мен ата-аналарға арналған Бастау тілдік лагері ұйымдастырылды. Қазақ тілін үйрету бойынша телесабақтар жобасы, тіл үйрену бейнероликтері, бейне сабақ топтамалары жасалды. Мемлекеттік әлеуметтік жоба аясында шағын және орта бизнес өкілдеріне қаланың сауда үйлерінде оңай тіл қысқа мерзімді қазақ тілі курстары жобасы жүріп жатыр. Онда барлығы 1071 адам қысқа мерзімді курстардан өтті. Орталық ашылған жылдары штатта 9 адам ғана жұмыс істесе, бүгінгі күні орталықта жалпы саны 25 адам жұмыс істейді.